Şu adam 3. prezident Muhtar Жакиш деп біраз шулап едіңдір. Қалай? Қызының той әдемі өтіп жатыр ма? Анау өзінің тойында дейді ұзатуды да жасап, беташарды да істеп, әдемі болып жатыр ма? Ежеледі он беташардан не даты? Ұзату мен беташарды қоя тұрш. Африканецқа беріп тұр ма? Өзі бізде кім еді ол? Қазақ, одан кейін еді ғой, мұсылман еді айтпашты. Мұсылмандар біреуде кәпірлерге бермейтін сияқты еді негізі. Дұрыс па? Еще тағы ұлттық мүдде жайында әңгіме айтып, 11 жылдан кейін, 10 жылдан кейін отырып шығып, үйттім, қырдым, жойдым деп, қандай болып отыр? Қаншадан несінен кейін, подкастынан кейін, ойбай бұл 3. президент деп поттағандар, міне сендерге. Ұлттық мүддені ойлаған адам. Қызы Лондонда оқыған екен. Ана Трестен оқысам, сол қызбен оқыған бір қыз жазып жатыр, менімен бірге оқыды дейді да. Сөйтіп, бірінші курстан кейін, шығып кетті оқудан дейді. Мен білмедім ол кім екен, қазір көріп отырмын, что Жакишевтің қызы екен дейді. Почему шығып кетеді? Потому что неде оқыған ғой, архитектурада оқыған ғой. Почему шығып кетеді? Потому что архитектурны қиын оқу керек, білім алу керек. А бұл байдың қызы әбден ішіп жеп жүріп үйреніп қалғанда, сәл қиналып, сонымен тастап кетеді да. Потому что байдың қызы болған екен, обеспеченный. Астына жұрттар жазады, это не ее, анау мынау, туда-сюда, она нашла свое дело. Жүретінде дейді, мода ма, дефиле ма, қандай сондайды. Тапты өзін, это ее, туда-сюда жазып жатыр да. Потому что оқу керек, оқу үшін басты қинау керек, көтті қинау керек, терлеу керек. Қиналмаған, жан қиналмаған адам да ол байдың қызы болғаннан кейін. Это не мой вайп деп, сонымен ең жеңіл жағынан креация етіп, фотоға түсіп, модель болу жеңіл да. Оқу үшін бас керек қой. Бұл байдың қызы. Біз сияқты қарапайым ауылдан шыққан ауылдың баласы болса, қаланың простой баласына берші сол жерге оқуға түссінші. Жатып тұрып оқиды сол жерде. Жатып ана библиотекада кітаптарды алып, сол кітаппен туалетке барып, ішіп отырып, соны оқып отыр. Сол кітапты оқып отырып оқиды. Так что сол. И одан кейін Жакиш бағаларыңыз қанша 10 жыл ма отырды ғой? Сол кезде бала шағасын бәрі Лондонда оқып жатыр. Еще ұлттық мүдде жайында, қазақ жайында, ел жайында әңгіме айтады. На какие шиши? Вопрос. Бағана ЗТБ-ның несін көрдім. Қазақстан дүние жүзі бойынша бірінші орында уран өндіруден. 24 000 тонна официальный статистика бойынша 24 жылғы 24 000 тонна ген уран өндірген. Енді 1 грамм уран 60 вагон көмірдің күшін береді. А бізде 24 000 не өндірген, килограмм өндірген. Енді көбейтіп есептей бердіңдер қанша болатын. Қазақ неге бай, қазақ неге кедей? Бай именно солар, а кедей халыққа боқта жоқты ғой айтқан кезде. Вот содан кейін 10 жыл отырса да ол бала шағасын бәрін Лондонда оқып, это не мой вайп, это не мое деп, модель болып жүрген мұныз. Анау не дейді? Өзің диванасын кімге пір боласың дей ма? Так что өзің дивана болғаннан кейін, істеп атқан тілден мынандай болғаннан кейін, қазақ халқы ел жайында әңгіме айту көрші. Лишний әңгіме да. Құр бөсу деген сөзді қазақ айтқан кезде. Бөсудің қажеті жоқ. Істеп атқан тірлігі мынау. Тем более ол не болған кезде, Қазатомпромды көтердім, үйттім, ана көрін есін айтады ғой, шыққаннан кейін. Подкастта не біліңіз есін айтады, қырдым, жойдым, герой болады ғой бәрінде. Ол кезде ол именно контрабанданың көкесі кезі, контрабанданың көкесінің кезі. Ойда мен көтердім, шықтым, японецтер шақыр 15 миллиард па, қанша 1 миллиард тартуға анау істедім, үйттім. Көрші, жегізіп, емізіп жатыр да, жақсы әдемі. Сол кезде, қазір 24 000 бұл официально еще статистика бойынша, ана Марк Твен айтпақшы, ложь обыкновенно, ложь настоящая и статистика дейді ғой. Өтірік, шын өтірік, содан кейін статистика дейді ғой, сол жақта статистика 24 000 деп көрсетіліп тұр. Ол кімнің уақытысында, кім еді? Мұхтар Жакишевтің уақытысында ол қанша тонна өндірілді, қаншасы немен кетті,
левый былай через мимоход кассаға кеткен ол бір құдай біледі қанша контрабанда болған, қандай тірлік болған, ол айта береді. И одан кейін бір суретінде мен көргем, мынау каскасының төбесінде жерінде президент, Казатомпром деп қойған. Президент деген өзі біреу-ақ болады. Қазақстан Республикасы, республикада бір-ақ президент болады. Олар бәрі бас-басына президент болып не болып кетті де андай. Ана Абай атам айтпақшы да, адамның көзі екі неге топыраққа толады дейді ғой. Вот сол сияқты президент дегеннен кейін ақша көбейгеннен кейін ол да өзінше президент болып кетті да. И Назарбай атамға екі тіресіп қалды. Сол жақпай қалды да лишний әңгімесі. Сонымен оны құртты былай істеген кезде. Ход мысли это. Я так думаю. Ну, может, я и ошибаюсь. Короче, так что анау үшінші президент болады дегендер енді келесі жылы айтпаңдар, ұят болады. Бұндай әңгіме айтып жүрмеңдер. Мына дейді. Мақтанған қыз тойда острый движение жасады дей ма? Мына острый движение жасады. Көріп тұрсыңдар. Өзінің бала шағасы халыққа не айтып там бұрын. Әңгіме айтып енді түсініп тұрсыңдар ғой. И одан кейін екінші әдемі мақал бар. Өзің диванасың, кімге пір боласың деген осы да. И 24 мың тонна, 24 мың да ЗТБ-ны ашып көрдіңдер. Инстаграмда 24 мың тонна бірінші орында. И соның бәрін есептейсіңдер, калькуляторға саласыңдар. 1 килограмм уран қанша тұрады, көбейтіп, ары бер плюс-минус шығарасыңдар ғой. Бүгін өздерің білесіңдер. Так что ағайындар, бауырлар, үшінші президент деп айтып жүрмеңдер, ұят болады, құрып өспеңдер. Қанша адам көріп отыр. Тұрсыңдар ма? Ұлттық ел, мүдде, қазақ ел, жер деген әңгімені ол адам айтатын адам емес. Есімдерге айтып жатырмын. Қыздардың мына істеген тірлігі бәрін көріп отырсыңдар ғой. Өзінің тойында ұзатып бет ажар қай жерден көрдіңдер? Содан кейін алғаны ұзататқан разница жоқ қой маған бәрібір. Ну бірақ енді хотя бы мұсылманға берген дұрыс еді негізі. Егер солай ғой негізі. Мұсылманша деп ойлаймын мен, білмеймін, может буддист па, білмеймін. Қазақ болған қазір чөк қоймаш, баптистіде бәрі аралас қой. Может мен қателесіп жатқан жерім. Тілім жазық, бірақ айту парыз. Бүгін бір маңызды сұрақ бар. Шетелдікте тұрмысқа шығатын қыздың жігіті мемлекет тексеру керек деп ойлаймын. Американың азаматы шетелдікке үйленсе, оның болашақ жары толық тексерістен өтеді, қылмысқа бар жоғы тарихқа. Ал Германияда неміс азаматы шетелдікке үйленсе, оның бұрынғы некесі бар ма, жоқ па, барлық тексеріледі. Оңтүстік Кореяда арнайы курстар бар, болашақ күйеуінің жағдайы қаралады. Сингапурда иммиграциялық тексеріс жүргізіледі. Яғни бұл дамыған мемлекеттерде қалыпты тәжірибе. Ал бізде ше, біз тек махаббатқа сенеміз бе, әлде еліміздің қауіпсіздігін ойлауымыз керек пе? Сіз қалай ойлайсыз? Сондықтан менің ойымша тексеру қажет деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз?